осы сөзіңіз үшін жұмыстан шығарып жібереді деп қорықпайсыз ба? Кімді? Әртісті байым деме, ешкім малым деме дейді. Осы сөз Ол маған шыққан. Түркістанда жүріп, түркі әлемін мойындатып жүрген актердің бірі өзім сияқты. Сен де, сенің жәрлегі жүргізгеніңе, сенің сөз соқтығыңа ырза болдым. Бір андай театр фестивалінен бастадық тағыны, менің үйімнен бірақ шықтық. Сіздің үйден шыққанда Ринат Зайытовтың әңгімесіне сіз қандай көзқарастасыз? Мен айттым, мен тек Құдайдан ғана қорғам, маған біреудің пікірі, біреудің мнениясы деген маған маңызды емес. 20-22 жастарында бір ауырғам. Көзілдірігіңіз оригинал Луис Виттон ба? Актердің бір айлық табысы ғой? Әлде 2 айлық ба? 1 айлық шығар, 2 айлық болуы да мүмкін десең де. Ашып көргенде жоқ. Неге? Бірдеңе бір бүйтіп постта бір 80% намазхандар бірдеңе деген әңгімесін көрдім, жеке бірдеңе істеуге уақытым да желаниям да жоқ, онда ашармын. Жоқ, кеш болып қалмай ма? Ертең кімнің тірі, кімнің өлетінін білмеймін. Жоқ, мен айтып жатқаным, мен енді дұрыс айтасыз. Қонақта Шәкен Амантұров. кейде мынандай ой болмай ма? Алматыдағы, Астанадағы актерларды көріп, түрлі кинолар шығып отыр. Неге сол жерде Шәкен ойнамады деген? Шүкір, осы Түркістанда тұрмын. Шыныңызды айтыңызшы. Түркістанды мен өкінбеймін, ондай нәрсе болмайды. Өйткені мен көп проекттер шақырады, мен отказ беремін. Өйткені мен қолым тимейді. Театрда жаңа репертуарға дайындалып, премьера басталайын деп жатады, басқа жерде гастролім болып қалады, басқа жұмыстарым бар. Сондықтан мен қанша киноларда, проекттерден мен отказ беріп жатырмын. Қолым тимегендіктен. Сосын былай қараймын да, маған әлі бұйырмай тұрған шығар. Бір кездер келер. Бүгін көріп жатсыз ғой, ашық аспан астындағы театр. Жалпы көрермендер қалай қабылдайды? Біз көрермендер дайын ба екен? Далада күннің ыстығында, күннің суығында актерлардың өнерін тамашалауға. Енді бұл бірінші рет өткізіліп отырғаннан кейін Қазақстанда бірінші рет өткізіліп отыр ғой енді. Бірақ оған қазір енді Түркістан ұлғайды, үлкейді, көркейді, облыс орталығы болды. Сосын туристер келеді жан-жақтан. Олар келгенде бұл фестивальдің Түркістан қаласында өткізілуі бірінші рет басқа қалада емес, Түркістан қаласында өткізілуінің себебі де жан-жақтан келген туристер тамашалауға ашық аспан астындағы театрларды. Мен театр дегенді мекеменің ішінде, көрермен залында отырып көріп, сахнада әртістер ойнаған үйренген ғой. Енді бұл да бір формат дұрыс шығар деп ойлаймын. Театрға баруға екінің бірінің қолы тие бермейді. Сондықтан да далада көріп, тамашалап өнерін сөйтіп қайтады. Қазіргі осы фестивальге келген актерлар, жаңағыдай театрлардың қайсысы сізге өзіңізге ұнады? Осыны қазақшаға аударсақ, мықты қазақ көрерменіне қажет болады ау деген қойылымдарды байқадыңыз ба? Жоқ, онда уақыт болмады ма? Жоқ, көрдік. Мен көрдім. Біз өзіміз де ойнадық. Кешеден бері ашылғалы бері ойнап келдік. Маған Өзбекстан Республикасының қойған қойылымы, ойнаған әртістерінің ойыны ұнады. Жақын табиғат. Табиғат жақыннан да емес, актерлардың ойыны, образдары ұнады маған. 10 актер ойнаса, 10 түрлі образ беріп отыр да. Бұл жердегі дайындалғандары көрініп тұр, дүниелерді жақсы. Енді бір кемшілігі фестиваль регламентте 10-15 минутта. Бір жарты сағат ойнаса, сосын алда болатын кезде енді келесі жыл болатын болса, кешке таман болса деймін да. Бізде мына жақта амфитеатр бар. Сол жерде ашық аспан астында кешқұрым елдің бәрі кешке шығады. Керуен сарайды, кешке аралайды. Сол кешқұрым болса ұтымды болар еді деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Енді жалпы Түркістанға шын қуана білетін менің әріптестерім. Ондай қызғаныш деген болмайды. Театр ашу ондай ойда жоқ па? Басқа әзілдес па? Ойбай, ондай менің де қатырғым келмейді ондай нәрсе. Мен актермін. Жап-жас балдар мықты қазір кино түсіріп отыр ғой. Неге кино түсірмейсіз? Түсіреміз. Әлде уақыт болмай жатыр ма? Мен бір жерде актермін, бір жерде режиссермін, мысалға, бір жерде ұстазбын, мұғаліммін, балдар тәрбиелеймін деген сияқты. Мен қазір ондай бір өзіме жеке театр ашып, жеке бірдеңе істеуге уақытым да, желаниям да жоқ онда. Мен әлі жаспын деймін да, мен жастық кезімде жасап қалайын, істеп қалайын. Кейін бір кездер келер, жасым ұлғайғаннан кейін мұш істермін, ашармын. Жоқ, кеш болып қалмай ма? Ертең кімнің тірі, кімнің өлетінін білмеймін. Жоқ, мен айтып жатқаным, мен енді дұрыс айтасыз.
ешкім алдынан ешкім шығып болмайды ғой. Бүгін бар адам, ертең жоқ мысалы. Бірақ дәл қазір күш қуатым бар кезде мен ондайға желанием жоқ. Сосын мен андай мотивация етіп, мен ашайын деп ем. Қанша жастасыз? Жас көрінесіз ғой. Үлкен көрінесіз ғой. Жас көрінесіз. Определись десем. Мен 84-ші жылғым, 39 жас. Не хочу. Ешқандай шыныңызды айтыңыз. Шынымен мен ешкімнен жасырмаймын да, мен билікке таласатын болсам, мен осы сейтмен театрал мен 27-28 мен директор болар едім. Ондай мен билікті ұната бермеймін. Ондайдан шаршайсыз ғой. Мен ондайды ұнатпаймын, мен көрсететін ішіндегі жындылықты сахнада көрсетуім керек болды. Басқа былай іште бір көкейде бір түнде бір ойланып бір нәрсені айтқым келетін ойлар бар ма өзіңіздің бойыңызда? Кімге? Мысалы да мынандай бір ойым бар еді. Осы ойымды халық неге түсінбейді деген ондай ой жоқ. Ондай Шүкір, мен жасап жатқан дүнием әйтеуір халық көрген кезде Алар аспандағы қойылымдарым болсын, театрдағы қойылымдарым болсын. Басына тағдыры деп ойлаймын мен. Әркім алдынан ешкім шығып болмайды да. Сол үшін мен мынау дұрыс емес. Мен просто айтып отқаным, менің ойым екі әйел алу дұрыс емес деп.